нормативтердің жобасын түзету жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылды. 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 286 бұйрықпен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағын басшылыққа ала отырып, мен кент әкімшілігі аппаратының әдіскері Кәрібаева Перизат жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде бүгінгі тыңдаулардың төрайымы боламын. Тыңдаулар төрайымының құқықтарында ашық жиналыс нысанындағы қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Бұл ретте қағидалардың барлық талаптарын сақтай отырып, белсенді қатысуыңызды сұраймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу үшін бізге қатысушылар арасынан хатшыны таңдау қажет. Экопроект инженер-экологы Есина Анастасияны қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлауды ұсынамын. Егер қарсылықтарыңыз жоқ болса, қолдаймын, қарсымын, қалыс қалды деп дауыс берулеріңізді сұраймын. Осылайша көпшілік дауыспен Есина Анастасия қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде таңдап алынды. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілері мен ұйымдардың мамандары және мүдделі органдардың өкілдері Zoom конференциясы арқылы қатысуда. Сонымен қатар, қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар регламентін сіздің назарыңызға жеткіземін. 15:30-ден 16:00 аралығында қоғамдық тыңдауға қатысушыларды тіркеу жүргізіледі. 16:00 – 16:20 кіріспе сөз, тыңдаулардың хатшысын таңдау, регламентті бекіту. 16:20 мен 16:35 аралығы қоршаған ортаға ықтимал әсерлері туралы есепті баяндама. 16:35 – 16:45 аралығы сұрақтар мен жауаптар сессиясы. 16:45 пен 17:00 қорытынды жасау. Аталған регламентке дауыс беруіңізді және бекітуіңізді сұраймын. Бейне және фото түсірілім жүргізіліп жатқан естеріңізге саламын. Баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарды қоюларыңызды сұраймын. Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына енгізілетін болады. Алайда қоғамдық тыңдаулар тұрғысынан сұрақтар қоюыңызды сұраймын. Сөз сөйлеушілерді бөлмеуді, сыпайы болуды, іс-шараның барлық қатысушыларына сөйлеуге мүмкіндік беруді өтініп сұраймын. Сұрақтарды қоймас бұрын өзіңізді таныстыруды және өкілдік ететін ұйымның атауын, лауазымыңызды айтуды сұраймын. Сөз кезегі қоршаған ортаға ықтимал әсерлері туралы есепті әзірлеуші өкілі баяндамашы Бекиева Ағаке Орынбекқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, менің атым Бекиева Ағаке Орынбекқызы. Бүгін сіздерге Құмкөл кен орнының атмосфераға зиянды заттарының жол берілетін шығындары нормативтер жобасын түзету бойынша есепті таныстыратын болады. Оператор туралы жалпы мәліметтер. Оператордың негізгі қызметі шикі мұнай және ілеспе газды өндіру. Жобаларды әзірлеу мақсаты 2025 жылға арналған атмосфераға зиянды заттардың жол берілетін шығындары нормативтерінің жобасын түзету. Қоршаған ортаға тиісті бөлімдерін әзірлеумен қатар бірқатар жобаларды іске асыруға байланысты бұл жобаларды іске асыру кәсіпорынның ағымдағы өндірістік қызметін қамтамасыз етуге бағытталған. Келесі слайдта ситуациялық карта, яғни жақын елді мекендердің сызбасы, және одан кейінгі 5-ші слайдта кен орнының шолу сызба картасы. 6-шы слайдта құрылыс жұмыстары және пайдалану кезінде жұмыс жобасының атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Аталмыш жобаның іске асырылуы кезінде барлығы 144 стационарлық көздер анықталды, оның 81-і ұйымдастырылған, 63-і ұйымдастырылмаған. Құрылыс жұмыстары кезінде 78 стационарлық көздер анықталып, оның 19-і ұйымдастырылмаған, 29-і ұйымдастырылмаған. Және пайдалану кезінде 59 стационарлық көздер анықталды, оның 56-сы ұйымдастырылған және 3-і ұйымдастырылмаған болса, сонымен қатар ұңғымаларды күрделі жөндеу кезінде барлығы 7 стационарлық көздер анықталып, оның 6-ы ұйымдастырылған және 1-і ұйымдастырылмаған. Сонымен қатар 337 стационарлық көздер нормаланбайды. Олар атмосфераның ластану деңгейін талдау, құрылыс негізінде жердегі концентрациялар атмосфералық ауаның стандарты сапа критерийінен төмен мәндерге ие болатын және санитарлық қорғау аймағының шекарасында шекті рұқсат етілген концентрациядан аз болатындығын көрсетті. 7-ші слайдта атмосфералық ауаның 2025 жылға арналған ластану көздерінің атмосфераға ластаушы заттардың жол берілетін шығындары, ұңғымаларды күрделі жөндеу және пайдалану кезеңдерінде сіздердің алдарыңызда тонналармен
және 8 және 9 слайдтарда 2025 жылға арналған Құмкөл кен орнының биокруттар, яғни биотоғандарды ластаушы заттарды төгу нормативтері туралы. Құмкөл кен орнында ағынды суларды өздігінен тазалайтын биологиялық тоғандар жасалған, яғни биологиялық тоғандар олар инженерлік құрылымдар, ағынды суларды өздігінен тазарту, табиғи процестердің бактериялар мен фито және зоопланктондарды жүзеге асырады. Ағынды суларды тазарту 3 сатыдан тұрады. Бірінші сатылы тазарту аэробты тазарту биотоғаны, екінші сатыдағы табиғи аэрациясы бар факультативті тоған және үшінші саты табиғи аэрациясы бар жинақтаушы тоған. Жасанды кубтар инновациялық және үнемді әдістерге жатады. Сонымен қатар табиғи ортаға ағынды суларға кірмес бұрын түпкілікті тазалаудың ең өміршең әдістерінің бірі болып табылады. 10-шы слайдта құрылыс және пайдалану кезеңдерінде суды тұтыну және суды бұру. Өндірістік қажеттіліктерге ауыз су пайдаланылмайды, ағынды суларды ағызу және жер үсті объектілерінде жүзеге асырылмайды. Су ұтымды пайдаланылады және жер асты суларына әсері болжанбайды. 11-ші және 12-ші слайдтарда 2025 жылға арналған қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы, яғни қалдықтарды жинақтау және көму. Қалдықтарды қақпағы тығыз жабдықталған металл контейнерлерде уақытша сақталады. Қалдықтар жинақталуына қарай Құмкөл кен орнының ТБО меншікті полигондарында шығарылады. Полигондарға торлы қоршаулар, қалқа астындағы қалдықтарды жинақтау және алдын ала сұрыптау көзделеді. Сұрыптау кезінде пластикалық, резеңке қалдықтары бөлінеді. Өртеуге жатпайтын қалдықтар кәдеге жаратуға беріледі. Өртеу қондырғысынан күлді көму, қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында жүзеге асырылады. Қатты тұрмыстық қалдықтар көму учаскесінде қолданыстағы полигон орналасқан ауданда вахталық кенттерден қалдықтар қабылданады. Қалдықтар арнайы контейнерлерге жиналып, учаскесіне тасымалданады. Полигонда жинау, тығыздау, оқшаулау бойынша барлық жұмыстар механикалық түрде жүргізіледі. Сұрыпталғаннан кейін жануға жататын қалдықтар өртеу пешіне жіберіледі. Өртеуге жатпайтын қалдықтар су жердегі полигонға көміледі. Қалдықтарды тек мамандандырылған орындарда жүзеге асырылады. Бұл қоршаған ортаға компоненттердің ластануын төмендетеді немесе толығымен жояды. 13-ші слайдта топыраққа және өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің популяциясының өзгеруі болжанбайды. Негізгі көші-қон жолдарына болжанатын объектілер орналасқан. Жоспарланған іс-шаралар құстар мен жануарлар көші-қон белсенділігіне әсер етпейді. Топырақ қасиеттерінің өзгеруі күтілмейді. Топырақ-аралық қасиеттерін сақтайтын болады. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің өкілдерінің генетикалық қорына әсері жоқ. 14-ші слайдта өндірістік экологиялық бақылау. Экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы мыналарды қамтиды. Бірінші, өндірістік экологиялық мониторинг процесінде бақыланатын параметрлердің міндетті тізбесі. Екінші, өндірістік мониторинг пен өлшеуді жүзеге асыру кезеңі және ұзақтылық жиілігі. Өндірістік экологиялық мониторинг жүргізу әдістері. Сынамаларды алу нүктелері, өлшеу жүргізілетін орындар, деректерді есепке алуды, талдауды, хабарлауды жүргізу әдістері мен жиілігі. Ішкі тексерулердің жоспар кестесі және оларды сақтамауға ден қоюдың ішкі құралдарын қоса алғанда Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының бұзушылықтарды жою рәсімі. Аспаптық өлшеулердің сапасын қамтамасыз ету тетіктері. Штаттан тыс жағдайларға әрекет ету. 15-ші слайдта жобаның қоршаған ортаға кері әсерін азайту шаралары. Нормативтерді сақтау жөніндегі іс-шара технологиялық жарықтың беріктігі мен герметикалығын қамтамасыз ету, отынның жану режимдерін оңтайландыруды қамтамасыз ететін технологиялық шешімдерді енгізу, парниктік газдар шығындыларын төмендеу, техникалық байқау, ағындарды жөндеу, автокөлік және арнайы техникаға арналған қосалқы бөлшектерді тексеру және сатып алу, жолдарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету, жерді өндіріс және тұтыну қалдықтарынан химиялық, биологиялық, реактивті және басқа да зиянды заттармен ластаудан қорғау, әкімшілік аумақтың бірліктерінің
көгалдандыру, мамандандырылған ұйымдарға кәдеге жаратуға беру, мұнай өндіру кезінде авариялық қарсы іс-шаралар, коррозияның пайда болуын тексеру, мұнай резервуарлары бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізу, кен орындарының объектілері мен аумақтарын радиологиялық зерттеу және мұнай кәсіпшілігі аумақтарында экологиялық ахуалды тексеру, өнеркәсіп қызметінің экожүйеге ықтимал теріс әсерін анықтау, сапалық және сандық көрсеткіштерді, экологиялық нормативтер мен талаптарды, нормативтік құжаттарды әзірлеу, мамандардың біліктілігін арттыру және экологиялық білім беру. Осы шараларды сақтау құрылысында және пайдалану кезеңдерінде қоршаған барынша әсерді азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар нысан орналасқан аудандарда алған іргелес аумақтарда қорықтар, мұражайлар, сәулет ескерткіштері жоқ. Бұл объекті үшін атмосфералық ауаның сапасына арнайы талаптар етілмейді. Осы жоғарыда келтірілген материалдардың негізінде келесі қорытындыларды жасауға болады. Құрылыс және пайдалану кезеңдерінде атмосфералық ауаға әсер ету рұқсат етілгенде бағаланады. Бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылыс кезеңінің қоршаған ортаға әсері шамалы болады және экожүйеге елеулі өзгерістер әкелмейді. Пайдалану кезеңінде әсерде орташа деңгейде және экожүйеге қайтымсыз өзгерістер туғызбайды. Жер асты және жер үсті сулардың ластануына әсер етпейді. Құрылыс объектісінің әсер ету шегіндегі топыраққа әсері рұқсат етілгенде бағаланады. Биологиялық жүйеге әсер ету рұқсат етілгенде бағаланады. Бұл өсімдіктер жануарлар әлемінің қолданыстағы түрлі құрамының өзгеруіне әкелмейді. Әлеуметтік экономикалық аспектілерге әсері жергілікті экономика үшін және жергілікті халықты жұмысқа орналастыру үшін оң деп бағаланады. Қолданылатын заманауи технологияларды ескере отырып, жобаны іске асырудың қоршаған ортаға әсері минималды деңгейде болады. Қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылысы мен пайдалануға беруі елеулі экологиялық зардаптар әкелмейді. Тұтастай алғанда болжамды жұмыстар аудандағы қоршаған ортаға әсерін бағалау, құрылыс және пайдалану жұмыстарының салдары, ұсынылған табиғат қорғау іс-шараларын сақтаған кезде соншалықты маңызды болмайтынын көрсетті. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2025 жылғы 3 тамыздағы номері 286 бұйрығына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесіне сәйкес ұйымдастырылды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Сұрақ жоқ. Департамент экология сұрақтар бар ма? Қанша адам? 9 адам. Даже 10 адам. Бір адам мына жақта отыр. Тағы да айтасыз ба? Сұрақ жоқ экопорталда. Бүгін қарадым, бүгін жоқ болды. Нұрдәулет, тыңдап тұрсыз ба? Алло, сұрақ жоқ па? Рахмет. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі қоғамдық тыңдауларды өткізілді деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды жабық деп жариялаймын. Уақыт тауып белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.